Hi kids, today we'll talk about present simple, нақ осы шақ. When do we use present simple? Нақ осы шақты қай жағдайларда қолданамыз? Алдымен факт, яғни дәлелдеуді қажет етпейтін шындық туралы айтқанда. Zebras are mammals. Зебралар сүтқоректілер. Келесі әдет, яғни күнделікті қайталанатын іс-әрекеттер. I wake up every day. Және сезімдер I love you. Present simple шағының жасалу жолымен таныспас бұрын to be етістігін қайталап алайық. To be етістігі am, is, are. I есімдігімен am, he, she, it есімдіктермен is, we, you, they есімдіктермен are. Present simple шағының қолданылу жағдайларын тағы бір қайталап өтетін болсақ. Things that are true in general. Жалпы шындық. Zebras are mammals. Зебралар сүтқоректілер. Факты. They live in Africa. Олар Африкада өмір сүреді. Habits and routines. They eat grass every day. Олар күнде шөп жейді. Feelings and emotions. Сезімдер және эмоциялар. They feel pain just like everyone else. Олар өзгелер секілді ауырсынуды сезінеді. Present simple шағында сөйлемдерде етістіктің жасалу жолының өзіндік ерекшелігі бар. Мысалы, I like cats, you like pets. He, she, it есімдіктеріне келгенде, жандағы етістікке s жалғауы жалғанады. He likes dogs, she likes frogs, it likes snails. We like whales, you like bears, they like hares. Етістікке s жалғауының жалғануының ережелері. Көп жағдайда he, she, it есімдіктермен етістікке тек қана s жалғауы жалғанады. Run, runs. Play, plays. Жүгіру. Егер есімдік he, she, it болса, runs, s жалғауы жалғанады. Play, plays. Егер алдындағы есімдік he, she немесе it болса, s жалғанады. Es қандай жағдайларда жалғанады? Егер етістік s, double s, sh, ch, x немесе o дыбыстарына аяқталғанда, етістікке es жалғауы жалғанады. Мысалы, fix етістіктің соңғы дыбысы қандай? X. Ереже бойынша ол дыбыс бар, демек біз қандай жалғау жалғаймыз? Es, fix, fixes. Яғни есімдік he, she немесе it болғанда fixes, es жалғанған етістікті қолданамыз. Go, goes. Етістікке ies жалғауы егер етістіктің соңғы дыбыстары дауыссыз және y дыбысы болса, y дыбысын алып тастап ies жалғауын жалғаймыз. Мысалы, fly, flies. Етістіктің соңғы дыбыстары дауыссыз және y дыбысы. Y дыбысын алып тастадық, ies жалғауын жалғаймыз. Демек, сөйлемде he, she немесе it есімдігімен басталса, flies етістігін қолданамыз. Present simple шағының көмекші етістіктері do және does. Есте сақтап аламыз. Present simple нақ осы шақтың көмекші етістіктері do және does. Екеуінің айырмашылығы do көмекші етістігін біз I, you, we, they есімдіктермен қолданамыз. Does көмекші етістігін he, she, it көмекші етістіктермен қолданамыз. Мысалы, I don't play the violin. I есімдігі тұр, демек do көмекші етістігін қолданамыз. Мен скрипкада ойнамаймын. He doesn't play the violin. Ол скрипкада ойнамайды. He есімдігі тұр, демек does көмекші етістігін қолданамыз. Сұраулы сөйлемдерде де do немесе does көмекші етістіктерін қолданамыз. Мысалы, do you play tennis? Сен теннис ойнайсың ба? Yes, I do. Қысқаша жауаптар. I, you, we, they есімдіктермен do көмекші етістігін қолданамыз. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. No, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't.
He, she, it есімдіктермен does көмекші етістігін қолданамыз. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Мысалдарды талдайтын болсақ, бірінші сөйлем. My son lives in London. Менің ұлым Лондонда тұрады. My son, ол, кім? Менің ұлым, he. He есімдігімен біз етістікке s жалғауын жалғаймыз. My son lives in London. She plays basketball. Бұл жерде де she есімдігі, демек етістікке s жалғауын жалғаймыз. She plays basketball. Сұраулы сөйлемдерде does he go to school? Не себепті does? Себебі бұл жерде he есімдігі қолданылып тұр. Thank you for your attention and good luck!